Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында ешқандай печкасыз тез дайын болатын пицца жасаймыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды және де 20% қаймағымызды салып, 3-4 ас қасық жақсылап араластырамыз. Аздап тұз саламыз. Енді ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қою болып кетпеу керек. Енді колбаса, сыр бәрін турап дайындап аламыз қызанақтарымызды. Барлық заттарымызды турап дайындап болғаннан кейін табамызға аздап май құйып, қызғаннан кейін қамырымызды салып, жақсылап біркелкі етіп жаятын боламыз. Қақпағын жауып қоямыз. Екінші рет қызарғаннан кейін аударып, астын үстіне аударып, үстіне кетчупымызды сүртіп, сырды, оның үстіне колбаса, сосын қызанақты, тағы да үстіне сырымызды салып, газымызды бәсеңдетіп, қақпағын жауып, 15 минутқа, 20 минутқа қалдыратын боламыз. Пиццамыз пісті, көріп тұрғандарыңыздай дайын. Өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Тез дайын болады. Егер рецептім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет. Арнама жаңадан қосылғандар, басқа да видеоларымды көріп шығыңыздар.